1922 жыл. Чарли Чаплин Голливудтың басты жұлдызы, Американың сүйіктісі және планетадағы ең танымал адам. 1952 жыл. Чаплин Америка құрама штаттарынан қуылады. Оның беделі жойылады және фильмдерін Америкада көрсетуге тыйым салынады. 1972 жыл. Егде жастағы актер 20 ғасырда кинематографияға баға жетпес үлес қосқаны үшін Голливуд төрінде Оскар сыйлығымен марапатталады. Чарли Чаплиннің өмірі қажырлы еңбекпен, өзін-өзі іздеуден және құлдыраудан тұрады. Өзінің мансап жылдарында Чаплин культтік фильмдерде рөл ойнаған, қарапайым адамдарды күлдірген. Сонымен қатар ол беделді адамдардың ашу-ызасына тиіп, қас жауына айналып та үлгерген. Бүгінгі шығарылымда таңғажайып адам жайлы және оның есімін тарихта өшпейтіндей етіп қалдырған фильмдер туралы айтатын боламыз. Неліктен Чарли Чаплин Америкадан қуылды? Неліктен Чарли Чаплин Гитлердің қас жауына айналды? Ол кино әлемін қалай өзгертті? Бұл сұрақтардың жауабы бүгінгі деректі фильмде. Ал шығарылым басталмас бұрын мен өзімнің тұрақты көрермендерімнің жазған пікірлеріне шын жүректен алғыс айтамын. Сондай-ақ Қырғызстан, Өзбекстан, Қарақалпақстан, Ресей, Моңғолия секілді шетелдердегі көрермендеріме жалынды сәлем жолдаймын. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Сондықтан да лүпілдеріңізді аямай басып, пікірлеріңізді жазып, төмендегі тіркелу батырмасын басып қойыңыздар. Ал біз тарих беттерін ақтарып, уақытты кері айналдырып, өткенге саяхат жасаймыз. (1889 жыл, 16 сәуір). Лондонның кедей аудандарының бірінде Чарли есімді бала дүниеге келеді. 19 ғасырдың аяғындағы бұл кезең Батыс Еуропа тарихында Лабель эпок деп аталды. Керемет дәуір. Бұл Наполеон соғысы мен Бірінші дүниежүзілік соғыстың арасындағы шағын үзіліс кезеңі. Дәл осы бейбітшілік кезеңде Англияда қарама-қайшылықтар көбейеді. Бір жағынан өнеркәсіп қарқынды дамуда. Медицина керемет жаңалықтар ашады. Көптеген адамдар білімге қол жеткізеді. Ал екінші жағынан қалалардың тез өсуі кедейлердің пайда болуына әкеледі. Қалтасында көк тиыны жоқ бейбақтар ластанған аудандарда антисанитариялық жағдайда лашықтарда өмір сүріп жатады. Чарлидің де балалық шағы дәл осындай ауданда өткен. Баланың әкесі Чарльз Спенсер Чаплин Лондонда өте танымал әнші болған. Анасы Ханна да сахнада өнер көрсеткен. Кішкентай Чарли 2 жасқа толмай тұрып, әкесі отбасын тастап кетеді. 2 жасар Чарли, анасы Ханна және ағасы Сидни үшеуі асыраушысыз қалады. Осылайша олардың кішкентай отбасы үшін өте қиын кезеңдер басталады. Күндердің бір күнінде анасы Ханнаның тамағы ауырып, дауысын жоғалтып, соңғы қойылымында әнді аяқтай алмай қалады. Сол кезде сахна артында тұрған 5 жасар Чарли оған көмекке жүгіреді. Жас бала анасының әнін айтып жалғастырады. Сол сәттен бастап ол көрермен назарына ғашық болады. Және сол күні кешке азды көпті тиын тепен тапқан болатын. Ал оның анасы осы жағдайдан кейін сахнаға шықпаған. Кейіннен әйел тігін тігіп, басқа да қосымша жұмыстар жасап жүреді. Бірақ ақша жетіспеушілігінен отбасы үнемі көшіп қонып жүруге мәжбүр. Олар ақырында Лондонның кедей аудандарындағы лас-лашықтардың біріне тұрақтайды. Осы уақыттарда Чарлидің әкесі маскүнемділікке салынып, бауыры ауырып, қайтыс болады. Осындай сұмдық жағдайларда балалық шағын өткізген Чарлидің есінде жарқын сәттерде сақталған. Кейде кешкісін Чарли анасымен бірге терезе алдында отырып, көшеде өткен-кеткен адамдарды бақылайтын. Сол кезде Чарли кей адамдардың қызықты жүрістерін байқап, пародия жасап, анасының көңілін көтеруге тырысатын. Міне дәл осы кезде Ханна баласының актерлік қасиетін байқайды. Бала 7 жаста болғанда Ханна қатты ауырып қалады. Ол барған сайын түсініксіз сөйлеп, сандырақтап, есінен адаса бастайды. Ақырында Чарли мен Сидни анасын жындыханаға жатқызуға мәжбүр болады. Ұлдарымен қоштасар алдында бұрынғы мейірімді Ханна Чарлиге зұлымдықпен қарап, егер сен маған бір кесе шай берсең, мен ауырмас едім дейді. Әрине бұл науқас әйелдің сандырағы. Алайда ауыр айтылған сөздер Чарлидің жүрегіне қатты батады. Қазіргі дәрігерлердің пайымдауынша Ханна психоз ауруына шалдыққан. Бұл ауру әдетте аштықтан және сифилис инфекциясының миға енуінің аясында дамиды. Ханна ауруханада 18 ай емделді, ал Чарли мен Сидни бұл уақытта өз үйлерінде болады. Содан кейін әйел қалпына келіп, отбасымен қайта қауышады. Оларға ақша қатты жетіспегендіктен, Чарли 13 жасында мектепті тастап, ағасы Сидни секілді ақша таба бастайды. Жасөспірім Чаплин газет таратып, баспаханада қызметші, хабаршы болып та жұмыс істейді. Жалпы бала кез келген жұмысты атқарады. Осылайша арада бірнеше жыл өтеді. 1905 жылы анасының ауруы асқынған түрде қайта оралады. Ханна тағы да психикалық науқастарға арналған үйге жатқызылады. Кейіннен ағайынды Чаплиндер аяғына тұрып, бай болған кезде анасын өздерімен бірге алып кетеді. Ханна қайтыс болғанға дейін сүйікті ұлдарының қолында бақылауда болған.
Чарли 28-ге толғанда анасы дүниеден озат. Жасөспірім кезіндегі барлық қиындықтарға қарамастан, Чаплин актер болу арманын ұмытқан емес. Жұмыс уақытының арасында ол қандай да бір жолмен сахнаға шығуға тырысады. Бірақ жас жігіт ешқандай жетістікке жете алмайды. Анасы мен ағасынан басқа ешкім оның актерлік қабілетін бағаламайды. Алайда Чарли ешқашан берілген жоқ және көп ұзамай ол сәттілікке қол жеткізеді. 1908 жылы Сидни ағасының соңынан еріп келген Чарли сол жылдары аты аңызға айналған продюсер Фред Карнаның театрында жұмыс табады. Фред Карна ағылшын сахнасында алғаш болып пантомима әдісін қолданған. Бұл әдіс бойынша актерлер мүлдем сөйлеспейді және көрерменге оқиғаны тек қимыл әрекет арқылы жеткізеді. Егер сіз Чаплиннің фильмдерін көрген болсаңыз, не жайлы айтып тұрғанымды түсінесіз. Чарли тез арада пантомима шебері және театрдағы жетекші актер болады. Көрермендерді күлдіру және сахнада өнер көрсету оның қанында бар. 1910 жылы жас жігіт Чарли театрмен бірге Америкаға гастрольге барады. Театр ұжымы Англияға оралғанда, Чаплин туған отанында өзін жайсыз сезінетінін ұғады. Өткеннің жағымсыз естеліктері оны тұңғиыққа тартуда. Жас жігіт қалай болғанда да ақшқа оралып, сол жерде мәңгі қаламын деп шешті. Бір жылдан кейін Чарли Чаплин театрмен бірге тағы да гастрольге шығады және бұл жолы ол Англияға кері оралмайды. 1914 жыл. Чарли Чаплин 25 жаста. Оның Америкада жүргеніне бір жылдан асты. Чарли әлі де Фред Карнаның театрында актерлік жұмысын жалғастыруда. Бірде Лос-Анджелес киностудиясының өкілі Чарлидің актерлік қабілетін байқап, кастингке шақырады. Дәл осы кезеңдерде енді дамып келе жатқан киноиндустрия Нью-Йорктен Лос-Анджелеске белсенді көшіп жатқан болатын. Өйткені жылы және шуақты ауа райына байланысты Лос-Анджелесте жыл 12 ай фильм түсіруге мүмкіндік бар. 1913 жылы мұнда алғашқы фильм түсіріледі. Ал 15 жылы ұлттың туылуы атты блокбастер экрандарда көрсетіледі. Бұл фильмдер қазіргі Голливудтың қалыптасуына үлкен рөл қосқан. Өзінің кино мансабының алғашқы жылдарында Чарли Чаплин ұлттың туылуы секілді атақты фильмдерде түсуді армандайды алмаған. Чарли жұмысқа кірген киностудия қысқа және қарапайым комедиялар шығарумен айналысады. Әр фильм 5-10 минутқа созылады және түсірілім тобы аптасына 3 осындай туынды түсіре алатын. Чаплин бұл комедияларды дөрекі және ұятсыз деп санайды. Бірақ ол келісімшартқа қол қояды. Өйткені бұл кино индустрияда орнығуға мүмкіндік және жақсы табыс көзі. Біздің кейіпкеріміз пайда болған алғашқы фильм өмірге ақша табу деп аталған. Әрине, фильмде ешқандай актер сөйлемейді. Себебі 1927 жылға дейін кино әлемінде дыбыс болмаған. Ағылшын тілінде осындай фильмдер silent фильм деп аталады. Сөзбе-сөз аударғанда дыбыссыз немесе үнсіз фильм. Фильмдерде сөздер болмағаны рас, бірақ мүлдем дыбыссыз деп айту орынсыз. Кино пайда болғаннан бері режиссерлар оқиғаны көрерменге жеткізу, көңіл күйді тура бағыттау үшін музыканың рөлі өте мықты екенін түсінеді. Алайда ол кезде кескінге дыбыс қосу технологиясы болған жоқ. Бұл мәселе былай шешілді. Фильмдер көрсетілетін бөлмелерде пианист, кейде тіпті толық бір оркестр отыратын арнайы орын болған. Музыканттар фильмнің көрсетілімі болып жатқан сәтте алдын ала дайындалған саундтректі ойнайды. Сондықтан бұл фильмдерді дыбыссыз деудің орнына үнсіз немесе мылқау фильмдер деп атағанымыз дұрыс. Чаплиннің алғашқы алған рөлі өзі үшін іш пыстырарлықтай көрінеді. Сондықтан түсірілім барысында ол режиссерге бірнеше идея ұсынады. Бірақ режиссер кино әлеміне енді ғана келген актерге ашуланып, түсірілген фильмдегі Чарлидің ең қызықты сәттерін кесіп тастайды. Дегенмен бұл фильм көпшілікке ұнайды. Сонымен қатар картинада қызықты бір сәт бар. Студия директоры киноның әсерлі болуы үшін Studebaker брендінің жаңа көлігін қиратуға рұқсат береді. Жалғыз осы көліктің құны бүкіл бір фильмнің құнынан асып түседі. Кино өндірушілер сол кездің өзінде жарқын көріністер көрермен қызығушылығын арттыратынын, сәйкесінше жақсы қаражат жинайтынын білген. Өзінің алғашқы фильмінде Чаплин экранда ерекше костюм киіп пайда болады. Алайда екінші киносында Чарли Чаплин бүкіл әлемге танымал болатын кейіпкер ойлап тапқан. Чарлидің естеліктеріне сәйкес, ол өз кейіпкерін мүмкіндігінше қарама-қайшы етуге тырысқан. Өте тар костюм және кең шалбар, кішкентай қалпақ және үлкен етік. Бірақ бұл кейіпке бір нәрсенің жетіспей тұрғанын түсінген Чаплин мұрт жабыстыруды шешеді. Ол осылайша өзін ересек етіп көрсетуге тырысты. Чаплиннің экрандағы кейіпкері ерекше киінгендіктен күлкілі жүріс пен мінез құлықты ойлап табады. Бастапқыда Чарлидің қаңғыбас кейіпкері бұзақы және ашуланшақ болған. Бірақ кейіннен Чаплин өз образдарына жанашырлық, жылулық, мейірімділік секілді қасиеттерді қосады. Әрбір жаңа фильмде қаңғыбас кейіпкері түрлі қиындықтарға ұшырайды. Бірақ өзінің ерік жігерінің арқасында ол бәрін жеңіп шығады.
Чаплин комедиялық кейіпкерін драмалық жағдайлармен толықтырған. Көрермендер кино көру барысында күле отырып, көптеген жанашырлық оқиғаларды бақылап, маңызды ой түйе алған. Көп жылдардан кейін Чарли фильмдерді өзі түсіре бастаған кезде драма мен комедияның араласуы оның басты шығармашылық құралы болады. Айтқандай, Чарли актер болған кезде режиссерлармен үнемі дауласып, кейіпкерлерін өзгертуге және өз ойындағыдай сомдауға тырысқан. Сондықтан да студия бастығы осындай дау-дамайлардан шаршап, оны жұмыстан шығаруға бекінеді. Алайда ол Чаплин түскен фильмдер студияға ең көп табыс алып келетінін көріп, мүлдем басқаша шешім қабылдайды. Чарли жұмыста қалып қана қоймай, табысы өседі және өз фильмдерінің режиссері болуға мүмкіндік алады. Осыдан кейін жас актердің мансабы тез дамиды. Чаплиннің фильмдерін көру үшін адамдар кезекте тұратын, ал қаңғыбас кейіпкері бүкіл әлемге танымал болады. Чарли тез байып, көп ұзамай ағасы Сидниді өзінің қаржы көмекшісі ретінде жалдайды. Арада бір жыл өткенде, жуыну бөлмесінен шыққан Чарли жалаңаш күйінше скрипкада ойнап тұрған сәтінде бөлмесіне Сидни кіріп, «Чарли, мен продюсерлермен жаңа келісім шартқа қол қойдым. Құттықтаймын, сен миллионерсің», деп айтады. Мансабының келесі 7 жылында Чаплин бірнеше Голливуд киностудияларымен жұмыс істеп, 72 фильм шығарады. Осы фильмдердің көпшілігінде ол танымал қаңғыбас рөлін сомдаған. Уақыт өткен сайын Чарли Чаплин егжей-тегжейлі оқиғалары мен күрделі кейіпкерлері бар, байыпты, толық метражды фильмдер түсіргісі келеді. Чаплиннің ұмтылысы продюсерлердің жоспарына қайшы келеді. Олар уақыты аз және өте табысты фильмдердің шығарылымын өзгерткісі келмейді. Бір кезде Чарли бұлай жұмыс істей алмайтынын түсініп, өз шығармашылығын өзі басқаруды көздейді. Чарли Чаплин өте бай, ал кино өндірісі ол жылдары әлдеқайда арзан. Сондықтан Чаплин ешкімнің көмегіне жүгінбей-ақ өз фильмдерін шығара алады. Сонымен қатар Чарлидің бірнеше беделді серіктестері пайда болады. Мысалы, сол жылдары өте танымал болған актерлар Дуглас Фэрбанкс және Мэри Пикфорд. Олар да студия бастықтарынан тәуелсіздік алғысы келеді және бұл үшін жеткілікті қаражаттары бар. Нәтижесінде 19 жылы Чарли, Дуглас және Мэри бірігіп United Artists деп аталатын компаниясын құрады. Алдағы 50 жылдық тәуелсіздік жұмысында Чарли Чаплин тек 10 фильм шығарады. Бірақ олардың әрқайсысы шедевр деп танылады және кино классикасына айналады. Осы фильмдердің кейбірін толығырақ талқылайық. Соның біріншісі 1925 жылы жарыққа шыққан Gold Rush, яғни алтын безгек деп аталатын кино. Онда қаңғыбас кейіпкері экранда алтын іздеуші рөлінде пайда болады. Чаплин бұл фильмді Канаданың Клондайк аймағындағы оқиғалар желісінде түсірген. 19 ғасырдың аяғында Клондайкта алтын табылғаннан кейін көптеген адамдар тез баюдың амалын іздеп, осы аумаққа аттанады. 100 мыңға жуық адам жоқ алтынды іздейді. Олардың көбісі дымсыз қайтады, ал бір бөлігі өліп кетеді. Клондайкқа апаратын жол игерілмеген және өте алыс. Әлсіз адамдар жол бойында ауру мен аяздан қырылып жатты. Керек жарақтары таусылған алтын іздеушілердің аш болғаны соншалық, өз аяқ киімдерінде жеген. Чаплин өзінің фильмінде қайғылы етік жеу сәтін күлкілі етіп бейнелеген. Ол осылайша күлкілі киноның көлеңкесінде өте маңызды, қайғылы оқиғаларды жасырған. Көрермендер Чарлидің шығармашылық идеясын жоғары бағалайды, ал Gold Rush оның ең сәтті фильмдерінің біріне айналады. Чарли Чаплин өмірде сыпайы, кішіпейіл, тіпті ұялшақ адам. Бірақ кино түсіру барысында ол өте талапшыл және қатал болған. Gold Rush фильмінде Чаплин басты рөлді сомдап қана қоймай, режиссер, сценарист, монтажшы және композитор жұмысында атқарады. Қаражаттың көп кеткеніне қарамастан, ол 3 минуттық эпизодты бірнеше апта бойы мінсіз болып шыққанға дейін түсіруі мүмкін еді. Ол тіпті басқа актерлерге өз кейіпкерлерін қалай ойнау керектігін көрсеткен. Қысқасын айтқанда, ол жалғыз өзі бір фильмді түсіріп шыға алатындай болған. 1928 жылы Чаплин үлкен қала шамдары деп аталатын картинамен жұмыс істей бастайды. Ал осыдан небәрі бірнеше ай бұрын Warner Brothers Жаз әншісі деп аталатын тарихтағы ең алғашқы толық метражды дыбыстық фильмді шығарған болатын. Алдымен Чаплин жаңа технологияның пайда болуына күмәнмен қарайды. Және сұхбаттарының бірінде дыбыстық фильмдер ең көп дегенде 3 жыл өмір сүре алады деп болжайды. Сонымен қатар Чарли өзінің қаңғыбас кейіпкеріне дыбыс әлемінде орын жоқ және экранда бір сөз айтса, баяғы сиқыр жойылады деп сенеді. Чарлидің кейіпкері ондаған жылдар бойы жер бетіндегі кез келген адамға аудармасыз-ақ түсінікті болып келді. Ал енді кенеттен ол түсініксіз тілде сөйлесе не болады? Сондықтан Чаплин үлкен қала шамдары фильмін дыбыссыз түсіреді. Фильм 31 жылы жарыққа шығып, керемет табыс пен көрермендердің жылы пікірін алады. Бірақ бұл Чаплиннің жетістікке жеткен соңғы үнсіз киносы. Чарли Чаплиннің дыбыстық фильмдер туралы қатты қателескені анық. Дыбыс кино әлемінің болашағы. Үлкен қала шамдары фильмі алтын безгек секілді драмалық комедия болған жоқ. Бұл романтикалық комедия. Кино сюжеті бойынша қаңғыбас, соқыр гүл сатушы қызбен кездеседі.
Соқыр қыз қаңғыбастың лас, жыртық киімін көрмегендіктен жігітті миллионер деп қателеседі. Кейде қаңғыбас қызға ғашық болады және қыздың көзін емдеу үшін ақша табу амалдарын іздейді. Ақырында қаңғыбас керекті ақшаны табады. Қыздың жанары оралып, алдында тұрған жігіт миллионер емес, қарапайым кедей екенін көреді. Соған қарамастан қыз қаңғыбастың қолын ұстап, күлімсірейді. Осылайша фильм аяқталады. Чаплиннің киноларындағы негізгі тақырып мейірімділік, қайырымдылық, жанашырлық және махаббат. Бірінші дүниежүзілік соғыстың қасіреті, кедейлік, жалғыздық Чаплинге жақсы таныс. Сондықтан ол қаңғыбастың бейнесін қарапайым адамның өмірінен алған. Қаңғыбас барлық қиындықтарға қарамастан көңіл күйін түсірмейді және бір жақсылықтың боларына сенеді. Осылайша Чаплин қарапайым халықта үміт отын оятуға тырысты. Чаплиннің фильмдері енді күлдіріп қана қоймай, көрермендерді қолдап, жүректерінде жылулық оятады. Үлкен қала шамдары фильмінің сәттілігіне қарамастан, Чарли абдырап қалады. Айналасындағылардың бәрі дыбыстық фильмдер түсіруде және Чаплин тағы бір сәтті үнсіз фильм түсіре алатынына күмәнданады. Өзінің қаңғыбас кейіпкерін сөйлетуге батылы бармайды. Сонымен қатар көненің көзі болып қалғысы да келмейді. Көптеген үнсіз кино жұлдыздары дыбыстық фильмдердің келуімен ұмытылып кетті. Ал Чаплин мұндай тағдырды қаламайды. Осындай көңілсіз ойлардан алшақтау үшін Чарли ұзақ демалысқа аттанады. Ол Швейцарияда, Францияда және Жапонияда біраз өмір сүреді. Эйнштейн, Черчилль және Ганди сияқты адамдармен көптеген қызықты кездесулер өткізеді. Нәтижесінде Чарли Чаплин саясатқа және әлемде болып жатқан оқиғаларға көбірек қызығушылық танытады. 1930 жылдардың ортасына қарай әлемдегі жағдай тұрақсыз. Бай дәулетті адамдардың ақшасы одан сайын артуда, ал кедейлердің күнкөрісі керісінше төмендеуде. Автоматтандырылған станоктардың өндіріске енуі жұмыссыздыққа алып келеді. Чаплин бұл туралы үндемей отыра алмайды. Сондықтан ол жаңа заман фильмін түсіріп, ең өткір әлеуметтік және саяси мәселелерді қозғайды. Бұл жолы қаңғыбас кейіпкері зауыт жұмысшысы ретінде көрерменнің алдына шықты. Қаңғыбастың күлкілі оқиғаларының артында жасырын түрде Чаплин өзінің капитализмге деген наразылығын көрсетеді. 1936 жылы фильм экрандарда пайда болған кезде үнсіз кино көпшілікке қызық емес екені белгілі болады. Жаңа заман фильмі көпшіліктің көңілінен шықпайды және керемет қаражат жинамайды. Ал көрермендер Чаплиннің саясатқа араласқанын сынға алады. Бұл Чаплиннің соңғы үнсіз фильмі. Қаңғыбас кейіпкері 20 жыл бойы экрандарда сомдалып, бірде бір сөз айтпаған. Фильмнің соңғы минуттарында ол әдеттегідей жарқын және мейірімді кейіпте қызымен бірге көкжиекке кетеді. Осылайша Чарли үнсіз қаңғыбастың енді экрандарға оралмайтынын меңзеді. Чарлидің келесі фильмдерінде қаңғыбас рөлі сомдалмайды. Бұл кейіпкер үнсіз киномен бірге тарихта қалды. Жаңа заман фильміндегі басты әйел рөлін жас актриса Палет Гадар сомдайды. Ол Чаплиннің басқа фильмдерінде де рөл ойнаған. Кейіннен Палет пен Чарли үйленіп, бірнеше жыл бірге тұрады, бірақ көп ұзамай олар ажырасқан. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін Америка құрама штаттары мен Кеңес одағы арасындағы қарым-қатынас күрт нашарлайды. Қырғи қабақ соғысы деп аталатын әскери бәсекелестік басталады. 1950 жылы американдық баспасөзде сенатор Джозеф Маккартидің үндеуі пайда болады. Ол ақш мемлекеттік департаментінде кем дегенде 200 коммунист жұмыс істейді деп мәлімдейді. Сенатор Кеңес одағымен бәсекелестік жағдайында бұл адамдарға сенуге болмайды деп есептейді. Осы сәттен бастап ақшта маккартизм қоғамдық қозғалысы пайда болады. Бұл қозғалыс коммунистік адамдарды қудалаумен айналысқан. Маккартизм 57 жылға дейін созылады және бұл қозғалыстан көптеген танымал адамдар зардап шекті. Мысалы, атом бомбасының атасы Роберт Оппенгеймер орыстарға қызмет еткен деп айыпталып, қудалауға ұшырайды. Негізі бұл адам туралы бөлек бір шығарылым жасауға болады. Егер сізге қызықты болса, пікірде өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сондай-ақ маккартизмнің құрбандарының бірі күтпеген жерден Чарли Чаплинде болады. Себебі Чарли өзінің жаңа заман фильмінде американдық жүйені мазақ қылған. Сондай-ақ ол 1942 жылы Кеңес одағына көмектесу үшін екінші майданның ашылуын белсенді қолдаған. Салдарынан көпшілік оны коммунист деп айыптайды. Көпшілікте туындаған тағы бір сұрақ: неге Чаплин осынша жыл ақшта өмір сүре тұра, әлі күнге дейін осы елдің азаматтығын алмаған? Осы дау-дамайдың кесірінен актердің американдық қоғамдағы беделі түседі. Енді Чаплиннің өнері емес, көзқарасы мен жеке өмірі ел аузында. Чаплин 4 рет үйленіп, 12 баланың әкесі атанады. Бірақ неге оның әйелдері үнемі өзінен 10-15 жас кіші? Осы мәліметтерді өкімет халыққа жиіркенішті, жағымсыз тұсынан көрсетуге тырысты. Чарли Чаплин өзін коммунист емес, тек бейбітшілікті қолдайтын адам екенін жеткізуге тырысады. Және маккартизм қозғалысын адам құқығы мен бостандығын бұзады деп айыптайды. Чаплинді тұтқындауға ешқандай себеп болмаса да, оны елден қууға шақыру барған сайын күшейе түсті. Бұл уақыттарда Чарли «Рампа шамдары» атты фильмді түсіріп жатқан болатын. 62 жастағы Чаплин бұл оның соңғы және ең маңызды фильмі деп шешті. Кино Чарлидің өміріне ұқсас. Басты кейіпкер Кальвера есімді қарт, сайқымазақ болып өнер көрсетеді.
Ол уақыт салдарынан өзінің атақтылығын жоғалтқан. Бірде ол жас балеринаны өз-өзіне қол жұмсаудан құтқарады. Құтқарып қана қоймай, қызға сенімділігін қайтарып, мансабының жандануына ықпал етеді. Ризашылық ретінде қыз құтқарушысына көрермендер алдында қайтадан өнер көрсету мүмкіндігін ұйымдастырады. Кальвера көрермендердің алдында керемет өнер көрсетеді, бірақ қойылым соңында есінен танып құлайды. Сайқымазақты қызметкерлер сахна артына алып шығады. Ол жүрек талмасына ұшыраған. Соған қарамастан Кальвера сүйіктесімен соңғы рет айналысқанына қуанып, өзінің орнын басқан жаңа жұлдыздың биін тамашалап көз жұмады. Рампа шамдары фильміндегі оқиға Лондонда өтеді. Сондықтан Чаплин өзінің балалық шағы өткен қалада киноның премьерасын көрсетуге шешім қабылдайды. 1952 жылы ол пароходқа мініп, Англияға жүзіп кетеді. Осы сәтті қолданған ақш билігі оның визасының күшін жойып, Америкаға оралуға тыйым салады. Чарли өзі үшін жаңа баспана іздейді. Нәтижесінде біздің кейіпкеріміз Швейцарияға қоныстанады. Штаттардағы макартизм саясаты жойылғанына қарамастан, Чарли енді ақшқа оралғысы келмейді. Келесі 20 жыл бойы Чаплин Голливудпен байланыс құрмайды. 1972 жылы Америка кино академиясы күтпеген жерден егде жастағы Чарлиді Оскар сыйлығын беру үшін ақшқа шақырады. Чарли ұзақ уақыт ойланып, соңында марапатты алу үшін Америкаға бару керек деген шешім қабылдайды. Мерекелік рәсімде қонақтар Чарли Чаплин үшін 12 минут бойы қол шапалақтайды. Бұл Оскар сыйлығын марапаттау тарихындағы ең ұзақ қол шапалақтау. Чарли Чаплин өмірінің соңғы 25 жылын әйелі Уннамен бірге өткізеді. 12 баласының 8-і де осы Уннадан. Олар кезінде Америкада қосылған. Чаплин елден қуылған кезде Уннада өзінің америкалық азаматтығынан бас тартып, Швейцарияға көшкен. Чарли Уннаны өзінің басты махаббаты деп атайды. Шопенгауэр бірде махаббат адамға тән қасиет емес деп жазған. Мен онымен келіспеймін. Өйткені мен әлемдегі ең керемет әйелге үйленіп, 20 жылдан артық махаббат құшағында өмір сүрдім. Мен Унна туралы кітап жазғым келеді, бірақ менің махаббатымды сипаттайтын сөздер жоқ. Ол менімен бірге тар көшеде келе жатқанда, оның сымбатты денесіне, күмісте жылтыраған шаштарына қарасам, тұла бойым тітіркеніп, бұлттар арасында қалықтағандай сезінем. Унна менің өмірімде болғанына қуаныштымын, деп жазады Чарли Чаплин. Чарли Чаплин 1977 жылы 25 желтоқсанда үйінде ұйықтап жатқан кезінде көз жұмады. Келесі кезекте Чарли Чаплинмен тағдырлас, түрі де ұқсас тағы бір танымал адам жайлы сөз қозғайық. 1889 жылы 20 сәуірде Чарли Чаплин туылғаннан 4 күн өткен соң тағы бір бала дүниеге келеді. Чарли сияқты ол да кедей отбасынан шыққан және жастай әкесінен айырылады. Чарли сияқты бұл балада өнерге құштар. Ол суретші. Уақыт өте Чарли сияқты бұл балада бүкіл әлемге танымал болады. Расында оның танымалдылығы басқа тұсынан шығады. Баланың аты Адольф Гитлер болатын. Чарли мен Гитлердің тағдыры бір-біріне өте ұқсас. Тіпті Чарли ойлап тапқан қаңғыбас кейіпкерінің сыртқы бейнесі неміс диктаторына ұқсас. Бұл сәйкестіктер Чаплинді таң қалдырды және ойландырды. Екі ұқсас өмір жолы қай сәтте әртүрлі бағытта бұрылды. Неліктен біреу адамдарды күлдірді, ал екіншісі өлтірді. Өмірінің соңғы жылдарында Чарли балаларына бәрі басқаша болуы мүмкін екенін айтады. Ол комедия емес, нағыз трагедияның авторы болуы мүмкін еді. Алғаш рет Чаплин мен Гитлер 30 жылдардың басында біреуі әлемге әйгілі кинорежиссер, екінші Германия билеушісі болған кезде бір-біріне назар аударады. 31 жылы Чарли Берлинге келеді. Оны немістер қатты қуанып қарсы алады. Чаплиннің Германиядағы атақ даңқы тіпті фюрерден асып түсті. Нәтижесінде Рейх басшылығы жаңа режимге ұнамайтын адамдар тізіміне Чаплинді қосып, сайқымазақ еврей деп атаған. Алайда Чаплин еврей емес. Актер өз кезегінде бұл ұсқынсыз Гитлер режиміне әлемнің назарын аудару үшін үшінші Рейх туралы фильм түсіру керек деп ойлайды. 1938 жылы Чарли сценарий жаза бастағанда күтпеген жерден сынға түседі. Себебі әлемдік саясаткерлер үлкен соғыс болатынына сенбейді. Сондықтан Чарлидің фильмі шығып, отқа май құйғандай болмасын деген ойда болады. Алайда 39 жылдың қыркүйегінде Чарли түсірілімге кіріскен кезде үлкен соғыс басталады. Гитлерге қарсы фильмге енді ешкім қарсы болған жоқ. Нәтижесінде ұлы диктатор деп аталатын кино 40 жылдың қазан айында жарыққа шығады. Фильмде Чаплин бірден екі кейіпкерді сомдайды. Біріншісі Аденоид Хинкель есімді диктатор, екіншісі қарапайым еврей шаштаразы. Кейіпкерлер бір-біріне қатты ұқсайды. Фильмнің сюжеті бойынша олар кездейсоқ орындарына ауыстырады. Әрине нацистер басып алған барлық елдерде бұл фильмді көрсетуге тыйым салынған. Алайда фюрердің өзі бұл киноны бірнеше рет көргені жайлы деректер бар. Гитлер Чаплинді жек көрді және оны өзінің қас жауларының бірі ретінде қабылдайды. Ұлы диктатор киносы Чаплиннің алғашқы толыққанды дыбыстық фильмі. 25 жыл бойы экранда мылқау рөлін сомдаған Чарли
Ақыры үн қатты. Фильмнің шарықтау шегінде еврей шаштаразы диктатордың кейпінде сарбаздар алдында сөз сөйлейді. Осы монологты орындау барысында Чаплин кейіпкердің рөлінен шығып, камераға тік қарап, өз атынан сөйлеп жатқаны бәріне анық. Комедиялық фильмнің аяғындағы сөздер мүлдем күлкілі емес. Онда тек қайғы мен үміт бар. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. More than machinery, we need humanity. Түсінгендеріңіздей, Чарли Чаплин мейірімділік пен бейбітшілікті қалаған адам. Өзінің фильмдері арқылы халықтың жүрегіндегі жылулықты оятуға тырысқан адам. Ол кез келген қиындықтарға қарамастан ешқашан берілмеген. Ендеше неліктен сіз берілу керексіз? Өз арманыңызға апаратын жолдан ешқашан таймаңыз. Гүлдей құлпырып жүріңіз. Мына сыйлығыңыз қабыл алыңыз. Мына гүлмен егіз болып тұрсыз. Сборды 3-4 күн ішінде жабуға тура келді. Ал біздің әкелгеніміз сыйлығымызды ашып қарасаңыз. Ойбай, мама. Күздегі жұрттай Ерасылдан қайырымды қоры сізге кезекті 5,5 миллион теңгесін сыйлайды. Жетеді жылжып байқалмай, қарттығың бол. Халықтың ақшасы бір тиын қалдырмай сізге әкеп беруге мені әрекет еттік. қуанып тұрмын, шын айтамын ше. Ерасыл ағаң келіп сені қуантып отыр ғой, балам. Енді бәрі жақсы болады. Енді баратын жерге барамыз, емделеміз, сен орнынан тұрасың. Алладан қайтсын, еселеп қайтсын. Жақсылықтарыңыз, берген садақаларыңыз қабыл болсын. Алла қаласа Әлбегім орнынан тұрады, есін жиып, аяғымен басып жерді, сөйлеп, ана деп. Содан кейін баламда де осындай игі істерге қатысып, осы халқыма көмектесетін болады. Жалған дүние. Осымен бүгінгі шығарылым соңына жетті. Бұл деректер сіздерге ұнады деген ойдамын. Және осы өмір баяннан өзіңізге бір ой түйе алдыңыз деген сенімдемін. Егер расымен де солай болған болса, лүпілдеріңізді басып, пікірлеріңізді жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуро. Қош сау болыңыздар.